Болашақта мен кім болғым келеді? Бұл сұрақ мені ғана мазалайды ма? Басқаларға қарасам, қайда баратынын, кім болатынын шешіп қойған сияқты. Өзімді тығырыққа тірелгендей сезініп тұрмын. Болашақта мені не күтеді деп ойлай берсем, бойым арта береді. Арман мақсаттарымның жауабын таппаған сайын өзімді жайсыз сезінемін. Тіпті соңғы кездері ештеңеге ынтам жоқ. Бәрі жайында қалды. Үй шаруасына да, өзіме де қарауды қойдым. Сол үшін де ата-анамен де қарым-қатынасым суып кетті. Шынымды айтсам, өзімді бір орында тоқтап қалғандай сезінемін. Бірақ мен өзімді қашан, қай сәтте жоғалттым. Оян, қайтадан баста. Бір орында жатып ойлана бергеннен ештеңе шықпайды. Жүрегім ұстап тұрған жолда бастап кетсем, бар сұрағымның шешімін табатынына сенімдімін. Ал егер шаршасам, қайта тұруға тырысамын. Себебі бұл өмір жеңіс пен жеңілістен тұрады. Ендігі болашағымды ұрлап кетуіне жол бермеймін. Уақыт келді. Мен шаршаймын, кейде қорқамын. Бірақ мен тоқтамаймын. Себебі мен кішкентай кезімдегі өзіме уәде бердім. Оның армандарын ақтаймын деп. Бұл тек ұбыты емес. Бұл өзіммен күрес болды. Ешкім сенбеген кезде мен өзіме сендім. Мен шаршадым, бірақ берілмедім. Және міне 140 балл. Бұл жай ғана сан емес. Бұл менің еңбегім, менің көз жасым, менің сенімім. Мен жеңгенім ұбыты емес. Мен өзімді жеңдім. Мен істедім. Енді сенің кезегің.